да сіздер өздеріңіздің қасіреттеріңізден өздеріңіз қалыңыздар деген мағлұмат па бұл? Неге біздің мемлекет тарапынан Семей полигон адамдарына көмек көрсетілмейді? Неге компенсация төленбейді? Неге біздің медицина жағынан көмек көрсетілмейді? Неге біздің жеңілдіктерімізді алып тастайды? Сондықтан сол жеңілдіктерді қайтып берулеріңізді өтінемін. Біздің өңірімізде тұратын қанша үлкен адамдар, қарт жастары 70-ге де жетпейді. Өйткені бұл бәрі радиацияның салдарынан. Бұл сынақтарды жер бетімізге, біздің жерімізге өткізіңдер деп халық сұрап алған жоқ қой. Бұл да мемлекеттің жасап отырған ісі. Әр нәрсенің жасалған істің жауабы болу керек. Сондықтан сізден өтініп сұраймын. Біздің Семей өңірде тұрғылып өскен адамдарға өз жеңілдіктерімізді қайтып берсін. Медициналық, әлеуметтік, қаржылай көмек көрсетілсін деп сұраймын. Сіз бұл менің үндеуім, бұл менің ғана үндеуім емес, бұл халықтың үндеуі, бұл халық қасіреті деп санаймын. Сондықтан сіз бұны естіп, бір шешім қабылдап, заңға өзгеріс енгізіп, біздің жеңілдіктерімізді қарастырып, жаңа заң қабылдайды деп үміттенеміз.